Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің достарым. Сіздерменен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін сіздерменен видео түсірілімді ары қарай жалғастырамын. Менің бүгін видео түсіріліміме түсетін тақырып, яғни қозғайтын тақырыбым бизнес әлемінің негізгі ережесі. Бизнесте жетістікке жету үшін ең басты ереже ол әрине жауапкершілік. Біз бүгін сол жауапкершілік дегеніміз не, сол жауапкершілік турасындағы әңгімемізді ары қарай өрбітетін боламыз. Менің видео түсірілімім сіздерге ұнаса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз, сіздердің әрбір қолдауларыңыз маған шабытыма шабыт қосып, керемет әсерге бөлейді. Кеттік, сол тақырыпты ашып, сол тақырып жөнінде әңгіме айтайық. Бұл жерде бизнес әлемінің негізгі ережесі ол жауапкершілік. Қай бизнесті алмаңыз сіз, қай жұмысты алмаңыз, қандай қызметті алмаңыз, ол жерде ең үлкен әрбір адамға жүктелетін нәрсе өз саласының жауапкершілігі жүктеледі. Сіз мұғалім болсаңыз, яғни сіздің өзіңіздің білім саласындағы жауапкершілігіңіз болады. Сіз дәрігер болсаңыз, сіз адам өмірі үшін барынша қолдан келген әрекетіңіз жасайтын боласыз. Өйткені сіз адам өмірі үшін жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Дәл бизнесмен де сондай жауапкершілікті мойнына алады. Яғни біздің жауапкершілік деп отқанымыз жауапкершіліктің әрбір түрі бар да, бөлек-бөлек түрі бар. Сіздің балаңыздың алдында, семьяңыздың алдындағы жауапкершілік, біз бүгін сол жөнінде айтамыз. Яғни сіз бизнесті таңдадыңыз ба? Мен жетістікке жетем, мен өмірімді өзгертем, мен табысқа қайтсем де жетем деген шешімді қабылдадыңыз ба? Онда сіз әрине өз-өзіңізге жауапкершілік аласыз. Ең бірінші кімнің алдында жауапкершілік аласыз? Семьяңыздың алдында жауапкершілік аласыз. Одан кейін сіз балаларыңыздың алдында жауапкершілік аласыз. Мен осы бизнес таңдадым, мен осы бизнесте қалай да болмасын мен жетістікке жетем деп өз-өзіңізге уақытты пландап, уақытты қойып, мына уақыт пенен мына уақыттың аралығында, яғни мысалға 2022 жыл менен 2025 жылдың аралығында мен мынадай дәрежеге, мен мынадай табысқа, мен мынадай үлкен командаға қол жеткізем деген сияқты сондай бір не істейсіз, өз-өзіңізге жауапкершілік аласыз. Сол жауапкершілікті алу арқылы, сіз әрекетіңізді жасау арқылы, сіз бизнес әлемінде жетістікке жетесіз. Қандай бизнес болсын? Ол сетевой бизнес болсын, ол жаңағы традиционный бизнес болсын. Жалпы бизнес әлеміндегі ең үлкен қағида ол жауапкершілік. Әрбір адам өзіне жауапкершілікті алған кезде ғана жетістікке жете алады екен. Мен жетістікке жетем, мен қайтсем де жасаймын, мен бизнес жасаймын деген әңгіме бұл жерде қысыр әңгіме, роль не играет. Только бұл жерде играть ететін нәрсе, сіз өзіңізге қашан толыққанды мен осы салада жетістікке жетем, мен осы салада үлкен табысқа қол жеткізем, мен осы мүмкіндік арқылы өз өмірімді өзгертем, мен осы мүмкіндік арқылы жаңағы үлкен табысқа жетіп, бүткіл жақындарымның, өзімнің өмірімді өзгертем деген үлкен жауапкершілікті алсаңыз ғана, сіз не істейді екенсіз?
сіз табысқа жете алады екенсіз. Құрметті менің оқырмандарым, құрметті менің достарым, қай салада болмасын жауапкершілік алу ол ең үлкен сол саланың негізгі қағидаларының бірі болып есептеледі. Сіз қай саланың маманы болсаңыз да, өзіңізге жауапкершілік алсаңыз, сіз міндетті түрде сіз табысқа жете аласыз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Менің бүгінгі тақырыбымды мен сіздерді түсінді деп ойлаймын. Үлкен табысқа жету үшін ең маңызды қағиданы жалпы ашып түсіндірдім. Әрбір адам өзіне жауапкершілік алса ғана табысқа жететінін ешқашан ұмытпау керек. Сіз жауапкершілік алсаңыз, сіз міндетті түрде өз салаңыздың үздігі бола аласыз. Сонан кейін жауапкершілікті алғаннан кейін мен осы өзімнің таңдаған саламда міндетті түрде үздік болуға тиіспін. Үздіктің үздігі болуға тиіспін деген сізде тағы да керемет екінші жауапкершілік болу керек. Сіз сол кезде бизнес әлемінде бағындырмайтын белесіңіз, сіз үшін алынбайтын асыл болмайды. Менің бүгін сіздерге жауапкершілік турасында айтқан тақырыбым ашылды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса маған жолдаңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Пікір бөліміне жазып өтіңіздер. Сіздер де менің айтқаныммен келісесіздер ме? Соңында жазып өтіңіздер. Келесі видеоларымда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті менің бизнес әріптестерім. Сіздермен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгін мен тағы видео түсірілімге керемет өнімді түсірмекшімін. Ол өнімнің міне осындай керемет өнім, ол Тенші корпорациясының буынға арналған глюкозамин өнімі. Көптеген 50-ден кейінгі және 60-тан кейінгі апаларымның сұранысы бойынша осы өнімді тарқатып айтып берсеңіз, осы өнімді түсірсеңіз деп айтқаннан кейін соны түсіруге жөн деп таптым. Егер менің видеом ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар, пікірге жазып өтіңіздер, қандай келесі жолы өнімді қалайсыздар, соны жазып өтіңіздер. Кеттік, біз бүгін керемет өніммен сіздер таныстыратын боламын. Мінекей, мына өнімнің ішінде 60 таблетка бар, 60 капсула. Бұл өнім именно буын ауруларының бірден бір емі. Аяқ іскен кезде, болмаса артроз, бұлшық ет ауырған кезде, именно сіз осы өнімді аяғыңыздан проблема болатын болса, ішсеңіз, сізге өте керемет аяғыңызға сергектік сыйлайтынына мен кәміл сенемін. Және жалғыз аяқтың ғана буындарына емес, ол біздің қолымыздың буындарына, бүткіл организміміздегі буынымыздың бірден бір ем екен. Мынау тізенің артында бізде аяқта хрящ деген болады. Сол именно хрящтерді сыртқа шығарып, өте керемет біздерге серпіліс сыйлайды. Және бұны салауатты өмір салтын ұстанатын адамдар ішсе өте керемет көмектеседі. Және қартайған адамдарға өте керемет көмектеседі. Менің өзім бұл өнімді ең сүйікті өнімім. Күніне мен 6 капсуласын қабылдаймын. Азында 2, түсте 2, кешке 2-ін қабылдаймын. Мен жүрген кезде аяғымды өте керемет жеңіл сезінем. Менің өзім негізі барлықтарыңыз білесіздер аяғымның ауыратындығын. Сол аяғымның ауыратындығына именно мен осы өнімді ішіп, қазір ол ауырсынуды мен ешқандай байқамаймын. Құрметті менің оқырманым, егер сіздің қандай да болмасын буыныңыз
мазалайтын болса, онда сіз осы өнімді міндетті түрде бір 2-3 упаковкасын ішсеңіз, сізде ешқандай мазалау, ауырсыну болмайды. Менің бүгін сіздерге айтқан бүткіл мына аяқтың барлық мына буындардың ауырсынуын басатын бат өнімі, глюкозамин өнімі жөнінде мен айттым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, өз ойларыңызды лайкпенен, пікірменен, подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп, білдіріп отырыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар. Добрый день, я Смоглова Загипа, город Сатпак, Казахстан. По профессии я медсестра, люблю свою профессию. В жизни часто простуда привело к осложнению киста легкого и удалено одно легкое. После операции принимала много таблеток, укола, и система началась астма. Плюс еще более 35 лет страдаю аллергией на антибиотики. Из-за снижения иммунитета однажды заболела пневмонией с осложнением жидкостно-сердечной оболочки. И меня отправили в Астану. Благодарю своих врачам. Все, что смогли, помогли. Но они сказали мне, что с этими болями жить будет всю жизнь. Из-за 2 одышки плохо спала, из-за боли желудка не могла кушать, поэтому не было силы. Я молилась Всевышнему, что Он дал мне исцеление, не хотела смириться с этими болями, искала другие пути. Аллах дал мне в виде подарка продукции Тиньши. И были сомнения, поможет или нет, у меня не было выхода. Я решила продукт пить. Пропивая, я почувствовала облегчение. Одышка стала мягче, начала кушать, хорошо стала спать. И не представляете, через 6 месяцев получила колоссальные результаты. Самой было интересно, что за чудо БАДы, а как это действует. Прошла УЗИ, сделала все анализы. И все врачи удивились, что давление в норме. Прошла ПГДС, глотала шланг. УЗИ удивился, что ворсинки не поврежден и нет следов язвы желудка. Рентген-снимки нет пневмонии. Приступы астмы тоже исчез. Жидкость на сердечной оболочке и все болезни ушли. Сегодня я чувствую прекрасно. Полностью прекратила прием гормонов препаратов. И даже пигментная пятна на лице исчезла и помолодела. Добрый день, меня зовут Асыл Турсунбаева, я из города Караганды, Казахстан. В 2012 году мне поставили диагноз онкология, 3-я стадия по-женски с метастазами в легких. Я прошла операцию и 6 курсов химиотерапии. Химия мне не получилась так, что химия мне не дала никаких результатов. И я, веря-не веря, начала пить продукцию компании Тиньши. Я пила по усиленной программе. Это был чай антилипидный, это кальций детский по 3 пакетика в день, хитозан по 2 капсулы каждые 2 часа, с 6 утра до 11 ночи. Я пила кардицепс, холикан, цинк, двойная целлюлоза. И пропив по такой усиленной программе 2 месяца, я прошла обследование в местной больнице. Мои метастазы, они ушли, они остановились. Но чтобы закрепить результат, я решила пропить продукцию еще. И я пила продукцию еще полгода. И через полгода меня пригласили, дали направление пройти обследование полное в городе Астана под КТ. И вы знаете, результат превзошел мои ожидания. Я получила очень мощный, шикарный результат, и на сегодня я живу полноценной жизнью. Значит, когда состояние было крайне тяжелым, сморщивание обеих почек, хронический диализ, я просто искал возможности, как выжить, как немножко улучшить свое состояние. Я буквально приполз в компанию Тиньши на продукт. Через 5-6 месяцев получил результат. И сейчас я веду активнейший образ жизни. Я нахожусь на фестивале, занимаюсь этим бизнесом. И я не хочу говорить о том, какой я был, потому что это было крайне тяжелое состояние. Инвалид 1-й группы. Практически врачи давали прогноз, что надолго меня не хватит. И как-то раз я услышал, как мой доктор супруги говорил такие слова: «Көпке жетпейді, дайындалыңыздар». То есть готовьтесь, его надолго не хватит. Я подошел и говорю доктору: вы знаете, есть такая изба индейская, палки обтянуты шкурами, треугольная форма, знаете, как называется? Как называется? Говорю, фиг вам называется.
не дождетесь, не дождетесь. Вот получается, допустим, вот я с этой мыслью хожу, живу, работаю и продолжаю принимать продукт. И вы знаете, я вот просто удивился тому, что благодаря продукту излечиваются те заболевания, которые считаются неизлечимыми в официальной медицине. То есть вот такие, как рассеянный склероз, такие, как системная красная волчанка, запущенные случаи онкологии и так далее. Поэтому все это имеется, и мы просто вот удивлены, что есть такая возможность, есть такой продукт, который помогает тогда, когда уже практически уже все опустили руки и считают, что невозможно ничем помочь. Вам всем успеха, счастья, будьте здоровы. Серик Моисеевич, скажите, пожалуйста, а вот после вот этого случая, да, сколько времени прошло? Вы знаете, значит, через 6 месяцев после начала приема продукта я получил первые результаты. Ерболат, қалыңғалай. Мына бізде бүгін детокста Ерболат, Аягөзден, Сәрсенбаев Құрманғали менің бизнес серіктесімнің дистрибьюторы. Жақсы нәтижесі бар еді, сонымен бөліседі. Қалай Ерболат, қалайсың? Бірінші рет келіп тұрсың ба детоксқа? Иә, бірінші. Сізде қандай диагноз болды? Епилепсия. Аха, қалай енді детокста қалай нәтижелер алып жатсыз өзіңіз? Жақсы әсері бар. Қанша болды ішіп жатқаныңызға өнімді? 2 айдың ішінде іштім. 2 ай болды ма ішіп жатқаныңа? Жасың нешеде қазір? Жасым 37. 37. Неше жыл болды ауырғаның эпилепсия болып? 9 жасымнан пайда болды. 9 жасынан? Мә. Сен қанша күнде нәтиже жаймен шығып жатыр? 2 айдың ішінде результат бар. 2 айда. Біздің қандай өнімдерді іштіңіз? Цинк мозговой. В основном, да? Иә. Соны көп ішіп жатсыз ба? Цинк мозговойды? Полностью программный что? Кардицепс, Кардицепс. хитозан. Бәрі бар ғой, полный не жаңағы. Біздің жаңағы комплексный программа, үлкен вид программаны ішіп жатсыз ғой. Ал енді мына Чунжаға бүгін Чунжаға келіп отырсыздар ғой. Иә. Қанша бүгін 3-ші күн ба сіздер? Иә. Қалай екен Чунжаның суы? Күшті екен. Ішіңізден не шықты? Күшті нәрселер шықты ма? Қандай нәтиже болды? 1-2 ауыз айтып жіберсеңіз. Нәтиже болды. Барлықтарыңызға енді осындай ем-шипа болсын. Ешқандай жерлеріңіз ауырмасын, жазылып кетіңіздер. Амин, аха. Ана өнімдерді ішкен кезде қалай ауырдың? Өзінде болды ма? Басың ауырды ма? Жүрегің айнды ма? Құсқың келді ма? Қандай нәтиже болды? Енді 2-ші айда сондай қатты неметкенде. Бүгін осы 3 күннің ішінде Чунжада. Бүгінгі, иә. Құстың ба? Құсып, басым да ауырды. Бірақ шыдадың, е? Иә. Кішкене ауырды, е? Басың. Басында айтқан кішкене ауыртады. Соған шыдап кетсең болды. Шыдауға бола ма екен? Шыдауға тұрады екен.